Төрінде тойдың жыры, тойдың қуанышы болып жатыр. Сырға салудың, Дәулетбекке көңіл-күй қалай? Көңілге күшті, Райхан ханым, өте керемет, тойдың атмосферасы күшті сезіліп жатыр жалпы. Енді қарашы, Дәулетбекке тойдың, енді сырға салудың, қыздардың ішінде қандай бір сезімдер болып жатыр. Енді Гүлбайраның орнында мен болсам ғой, мына жерде мысалы, кез келген қыз Гүлбайраның орнында болуы әбден мүмкін еді бүгін. Әрине бүгін емес, болашақта да енді болып қалармыз. Гүлбайраның орнында әрине толқу сезімі болады. Ол жерде жаңа ұялу деген секілді кішкене басы төмен түсіріп, айтады ғой, Ұялып, қысылып. Ұялып, қысылып сондай сезім болады. Сондықтан да көзден жас шығуы да, қобалжу да ол өте орынды рефлексия деп ойлаймын. Оның үстіне бізде енді жай ғана бұндай бір қуаныш емес, Қырғызстан мен Қазақстанның арасына алтын көпір болып жатқан бір құдалық той, туысқандық болып жатыр. Соған қатты қуанып отырмын. Дәулетбекке менде мынандай сұрақ, енді келесі сырғалым атанатын ару біздің арамызда кім болуы мүмкін? Не деген тосынан қойылған сұрақ деймін да, жалпы білмеймін, негізі мен осы бағдарламада интуициям мықты деп әрдайым осы YouTube жарнамада айтып жүремін. Менің интуициям мықты, мынау қосылады деп едім, қосылдым, мынау сырға салады деп едім, сырға салып жатыр деген секілді дүниені айтсам, сол келеді. Бірақ осы жолы білмеймін, мен болып кетем-ау деген үмітім бар. Бірақ сенде үміткер жоқ қой, Дәулетбекке? Үміткер кеп қалар енді, үміттілер көп қой негізі маған. Жақсы. Ал жұптардың арасынан енді бізде жұптар да бар ғой, Дихан мен Гүлбайраның ізін жалғап келе жатқан. Жұптардың арасында келетін болсақ, бізде қазір Мерей Санатжан, Назерке, Бекзат, Шолпан, Алмаз жұптары бар, осы үш қана жұп қой деймін, менің қателеспесем. Жалпы осылардың ішінде ойлаймын, енді Бекзат пен Назеркенің тойы болып қалады деген сәл андай интуициям солай айтып жатыр. Енді бұйырса көре жатармыз алдағы уақытта, соларға бұйырсын деймін. Бекзат пен Назеркенің қосылуын қолдайтын жандардың бірісің бе өзі, нақты? Жалпы негізі басында кішкене маған сәл біртүрлі көрінген, бірақ қазіргі таңда екеуінің бір-біріне деген көзқарасын, махаббатын, сезімін байқап, бәлкім екеуі болашақта керемет жұп болып, жаңа отбасын құратын шығар деген үмітпен айтып отырмын. Яғни екеуінің махаббатына сене басы кезінде енді білеміз ғой, жоқ деп Бекзатты жібермеймін деген кездерің әлі есімде. Көрерменнің де есінде шығар. Әрине. Қалай ол кезге қалай ұяласың ба, әлде керісінше өкінбейсің бе? Жоқ, ұялмаймын ешқандай да, сондай оқиға сол жерде болу керек болды, бірақ мен ол жерде енді Бекзат ойбай мен саған ғашықпын, құлап жатырмын, Назеркеге кетпе деген секілді дүние болмады. Бірақ сәл осындай бір белгілі бір маған обидна нәрселер болды, болашақта қайталама деген секілді әңгімелер айттым. Қазір бәрі жақсы. Енді одан бөлек Дәулетбекке бүгінгі той қуаныштың иелеріне қандай тілек, ізгі тілек ниетіңді білдіресің? Қуаныштың иелеріне алып жатқан жаңағы келін ғой, енді ол отбасыға келін болып түседі. Келіндеріңіз үйіңізге құт, береке, бақыт болып келсін, бақтарыңыз еселенсін, денсаулықтарыңыз мықты, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, және осындай қуанышты да бақытты сәттеріңіз көп болсын деп айтқым келеді. Одан бөлек біздің студия төрімізге арнайы қырғызстандық әнші Нарын келген болатын. Бір керемет көңіл күй сыйлады. Сен өзіңнің тойыңда қандай әншілерді осындай бір қуанышыңда көргің келер еді? Мен қуанышымда жалпы Айша мен Беркут пен Айшаны көргім келеді. Мен кішкентайымнан сол жаңа Айшаға еліктеп солай билеймін. Менің бұл билерімді, бағдарламада билерімді біреу жақсы қабылдаса, біреуі ой онша емес билейді, осы қыз ерсі деген секілді дүниелер айтып жатады. Бірақ менің табиғатым осындай болғандықтан мен осылай билеймін. Құрметті көрермен, сіздерде сұрақ болатын болса, Дәулетбекке не болмаса бүгінгі тойға байланысты қызықты пікірлер жазатын болсаңыздар, міндетті түрде мен оқитын боламын, айта берсеңіздер болады. Одан бөлек енді не дейсің? Біздің арамызда бір құрметті көрермен, бізде жарнама уақыты аяқталды. Келесі жарнама уақытында кездескенше.